Шоколадный панкейк дайындау үшін ең алдымен бір дана жұмыртқа менен 50 грамм сахарды миксерлеп аламыз. 50 грамм ерітілген сары май және де 200 мл жылы сүтті қосып миксерлейміз. 140 грамм ұн, 15 грамм какао және де 10 грамм разрыхителімізді ситадан өткізіп дайындап алып, 2 немесе 3 бөлікке қоса отырып миксерлейміз. Алдын ала қызып тұрған табамыздың үстіне кішкене май қосып, видеода көрсетілгендей бір қасықтан құйып отырып пісіреміз. Көп бүршіктер пайда болғанда біздің панкейктерімізді аударамыз. Біздің панкейктеріміз өте тез піседі, табамыздың астын баяулатып қоямыз. Панкейктерді әсемдеу өз еріктеріңізде жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.